Білесің бе бағым, жан жағымыз позитив және негативтен толы өмірде жүрміз. Позитив өмір сүруге ғана шақырған ардақты елші сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті ойыңды да жақсылыққа айналдыр, адамдарға қарсы жақсы ойда бол дейді. Сөйлесең жақсы сөз сөйле, немесе үнсіз қал дейді. Ал қасиетті Құранда кімде-кім иман келтірсе, жақсы амалдар, ізгі амалдар істесе, оған жәннат бар дейді. Демек, біздер тек позитив өмір сүруге ғана шақырылған адамдар. Жалпы ғалымдар негатив және позитивті өмір сүретін адамдарға мынандай мысал келтірген екен. Позитив өмір сүретіндер бейне бір бал беретін араға ұқсайды деген екен. Олар көптеген ластықтың ішінде болса да, бір гүл іздеп жүреді, қонатын. Гүлге қонам деп шығады.